Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге чебурекидің жасалу жолын ұсынамын. Бізге керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Алдымен ыдысымызға қайнаған ыстық су, тұз, сұйық май қосып жақсылап араластырып аламыз. Алынған сұйықтықты иректен өткізілген ұнның үстіне құямыз. Алдымен шанышқы көмегімен, кейін қолмен жақсылап қамыр иреміз. Қамырды 30 минут демалуға қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін пиязды ұсақтап турап аламыз. Ыдысқа пиязды және фаршты саламыз. Үстінен тұз, бұрыш және салқын су қосып, жақсылап араластырып аламыз. Алынған қамырымызды бөлшектерге бөліп аламыз. Енді дөңгелетіп жайып аламыз. Бір жағына салмасын орналастырамыз. Екінші жағымен жауып шығамыз. Әсемдік үшін шанышқы көмегімен екі жағын басып шығамыз. Мен 2-3 адамға жететіндей порцияда жасап жатырмын. Егер сіз одан да көп адамға жасайтын болсаңыз, ингредиенттерді 2-ге көбейтіп, көптеу қылып жасасаңыз болады. Қызып тұрған майға салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне біздің чебуректеріміз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз.